Мен Дидар Дәулетұлы. Және тақырып so and such. So және such сөздерінің негізге беретін мағынасы сондай, тым, өте және тағы басқа. Бірақ дегенмен so және such сөздерінің айырмашылығы қандай? Біз көп жағдайда so сөзін көбіне сын есім және үстеумен қатар қойып қолдана аламыз. Мысалға, Айша is so smart. Айша өте немесе сондай ақылды. Гүлмира is so beautiful. Гүлмира өте немесе сондай сұлу. Do I speak so much? Мен өте көп сөйлеймін бе? Ал біз such сөзін сөйлемде сын есім қосылған зат есіммен қолдана аламыз. Мысалға, You are such a wonderful friend. Сен сондай керемет немесе тамаша доссың. Kazakhstan is famous for such a beautiful landscape. Қазақстан өзінің сондай әдемі ландшафтымен әлемге танымал. Ал such сөзін қолданудың екінші жолы бар. Ол such қосылған noun, яғни such пен қатар зат есімде бірге қолдана алады. Мысалға, I promise I will not make such a mistake. Мен енді бұндай қателікті қайталамаймын деп уәде беремін. She is such a person who never speaks to an unfamiliar person. Ол өзі сондай, танымайтын адамдармен сөйлеспейді.